Қозы көрпеш баян сұлу жырын халық көп заманнан бері сүйіп тыңдаған. Мұны осы екі ғашықтың әңгімесіне байланысты қойылған жер су аттарынан да танимыз. Өлеңті өзені Қарабай мен Сарыбайдың қонысы деседі. Баянауыл тауында баян тудымыз, Қарқаралы тауында баянның қарқарасы қалады. Өлеңтіде ой болып өлең айтылады. Ай, Таңсық өзендері баянның апаларының атына қойылады. Қодар Таңсық көлін жасайды. Осының бәрі халық аузында сақталған қызық аңыздар. Сол аңыздардың бір парасы баянның бейіті жайында айтылады. Ол бейітті 1858 жылы Абрамов көріп, Аягөздің шығыс жағасында жарты шақырым жерде тұр деп сипаттаса, 1898 жылы Пантусов көріп, бейіт су жағасында 50 метр жерде тұр деп жазады. Бейіт қасында тастан ойған көп сурет болған. Бірі баян, бірі қозы, өзгелері қыз апалары мен айбас болар делінеді. 1898 жылы Пантусов бұл суреттерді сынып жатыр еді дейді. 1897 жылы сол суреттің бірін Шығыс Африкадағы неміс губернаторы майор фон Биссаман алып кеткен. Баян бейтіне байланысты ертегілер әлі түгел жиылып болған жоқ. Қозы көрпеш баян сұлу жырының ең ескі нұсқасының бірі шөже варианты дедік. Бұл жыр жаратқан жан біткенді бір құдайым, жаратқан жарық үшін күн мен айын, бұрынғы ноғай қазақ заманында сөйлетейін Қарабай мен Сарыбайын. Жарасқан нар түйеге биік өркеш, мен сөйлесем жұрт тыңдар ертеңді кеш, екеуін сәтті күні құдай қосқан, баянға ғашық болған қозы көрпеш деп басталады. Жырдың толығырақ мазмұны мынадай. Ноғайлы жұртында Қарабай мен Сарыбай дейтін екі бай болады. Екеуі де перзентсіз екен. Аңда жүріп дос болады. Үйдегі кісіміз жүкті деп, екеуі де буаз маралды атпайды. Әйелдері жүкті екенін біліскен соң, бала тумастан бұрын іштегі балаға еже қабыл ретімен бел құда болсады. Ұзамай сүйіншіге екі адам келіп, Сарыбайдың әйелі Мамабикеден ұл туғанын, Қарабайдың әйелі Қарагөзден қыз туғанын хабарлайды. Екі әке серттесіп, ұл мен қызды қоспақ болады. Сарыбай құдалықтың қарғы бауы үшін Қарабайға айбас дейтін құлын береді. Бірақ Сарыбай үйіне жетпей, аттан құлап өледі. Қарабай антын бұзып, қызымды жетім ұлға бермеймін деп, өлеңтінің аяғын өрлей Аягөзге көшеді. Бұған Әлжаппар дейтін қолы мұрындық болады. Қарагөз наразы көшкен күні Қарабайдың сабасы жарылады. Сол жер Ақкөл жайылма атаныпты. 40 нары арып жолда өледі. Аягөзге барған соң Ноғайлының бие Сұлтан қызы Қарабайдың аулын ерулікке шақырғанда, Ноғайлы Шақшақ байдың бал асы Қодар баянға ғашық болады. 90 мырза баянды алмаққа Қарабайға жалшы болады. Айбас баянға алтын айдар шоқ белбеу жарың бар, соны әкелемін деп, қанатты қара биеден туған бақа айғырға мініп қашады. Сәлемдемеге баянның домбырасын, бет моншағын, қарқарасын, алтын сандығын, ақ жамшысын алады. Айбастың қашқанын біліп, Қодар 8 құл мен Тішпес көлінде қуып жетіп атысады. Айбас Қодарлардың мініп келген 16 атын атып түсіріп, шөлде жаяу қалдырады. Қодарларды жеңіп ілгері жүреді, бірақ адасады. Алдынан өткелсіз қалың орман шығып, баянның домбырасы мен моншағын ұмытады. Содан ол жер домбыралы моншақты атанған дейді. Сандығы қалған жер алтын сандық, Ақшатау, бақа айғырдан тоқтаған жері, тоқырауын жәмшілі, қарқарасы түскен жер, Қарқаралы қазылық, бақа айғырдың жауы болған жері, Жауыр бұғы, баянның туған жері, Баянауыл атанған. Мамабикеге барса, ол Айбасқа, балама баянды білдірме, қайта бер дейді.
Қозы көрпеш батыр жігіт болып өседі. Бір кемпірдің үйін садақпен атқанда ол «батыр болсаң, жарыңды тап» деп қарғаған соң, шешесінің қолын ыстық бидайға қақтап, Наянның аты жөнін сұрап біледі. Жылқыға барып жүгінен сылдыратса, бір қотыр тай қарайды. Ер тұрманнан салғанша қотыр тайға арда күрең бесті тұлпар болады. Қоралы қойын қасқырға, түйесін Алакөлге, жылқысын Жидебайға, шешесін Құдайға тапсырып, Қозы көрпеш Аягөзге тартады. Шешесі «барғаныңнан келме» деп қарғап қалады. Қозы жолай Айбасты қуып жетеді. Аягөзге барған соң, Қозы боранды тоңып өлген бір тасша қойшының киімін киіп, қойға шыққан Баянға жолығады. Қозы көрпеш 3 жыл қой шетінде жүріп, Баян мен қызық дәурен сүреді. Баянның отауында жатқан Қозының жеңгесі көріп, Қарагөзге айтса, ол «жатса жатсын, өз жары» дейді. Бірақ Қарабай Қодардың тілімен Ноғайлыны жиып, көр қаздырып, Қозыны құпия өлтірмекші болады. Жиналып келген жаудың Қозы қашып шығады. Баян Қозының хабарын өзінің қара торғайын жіберіп біліп тұрады. Торғайды бір жолы қырғи қуып қыздың мақпал шапанын киген жеңгесіне тығылғанда, жеңгесі торғайдың төбе жүнін жұлып өлтіреді. Ол Қодарға жақ еді. Бұдан соң Қодар, Қарабай, Әлжаппарлар торғайдың өлердегі шоқ деген сөзінен Қозының жатқан жерін біліп, шоқтерекке барып, алаңсыз ұйықтап жатқан Қозыны атып өлтіреді. Қыз ызаланып әкесіне «енді мені өзің ал» деп қарғайды. Баян ботасы өлген боз інгенде жетегіне алып, екеуі қосыла зарлайды. Қарабай аулы көшкенде Қаралы Баян жүдеп жұртта қалады. Сонда Қодар келіп, «маған ти» дейді. Қыз «тиейін, бірақ Қозыны бір көрсет» деп жауап береді. Шоқтерекке барған соң, Қодар Баянның бұрымынан ұстап құдыққа түскенде, қыз шашын қиып жібереді. Баян Қозының басына келіп, оны жоқтап отырғанда, көзі ілінген Баянға 40 шілтен аян беріп, Қозыны 3 күнге тірілтіп береді. Екі ғашық 3 күн 3 түн бас қосып дәурен сүреді. 3 күннен кейін Қозы қайта өледі. Бірақ 41 қызыр жолығып, екі ғашыққа 31 жыл жұбайлық өмір береді. Қарагөз түс көріп шөлде қалған Баян мен Қозыға бақа айғырда ерттеп жібереді. Екі ғашық өзі іздеп барған бақа айғырға мініп, өлеңтінің бойында отырған Қарабайдың аулына келеді. Той жасап, екі ғашық қосылады. Өлеңтіде өлең айтып, той қылған. Ақжар Қарабайдың той ошағы болған деседі. Бұдан соң Жұпар қорығында отырған Сарыбай аулына ұзатылып барады. Барса, Жидебай дейтін құлы Қозының шешесін азапқа салған екен. Қозы шешесін жылқы үстіне шомылдырып, уайым қайғысынан келтіреді. Құл мен күнге азаттық береді. Ұлы думан той жасап, 31 жыл дәурен сүреді. 31 жыл толған соң, екеуі Қызырдың аяны мен Аягөзге келіп, Қозы өледі. Баян тағы да жоқтап жылайды. Сол кезде үстіне бір топ керуен келіп, Баянға ғашық болады. Қозыға бейіт орнатады. Баян ақылы асқанға тиемін деген соң, керуеншілер өзді төбелесіп қырылады. Баян бейітке кіріп, өзін өзі өлтіреді. Сол керуеншілерден 3 адам құтылып, 3 рулы елге барып, Қозы мен Баянның хикаясын өлең қылыпты дейді. Жырды айтушы мұны шөжеден естіп едім дейді. Мұнда жырдың 2 саласы бар. Бірі екі ғашықтың арманда кетуі, екіншісі тіріліп қайта қосылуы. Кейінгісі халықтың екі ғашыққа жаны ашыған, өкінішіне қарай өзгерген жасанды түрі болу керек. Екінші саласында да дін сараны басым екенін көреміз. Молда Мұқан Машанұлының қол жазбасы да дәл осы жырға ұқсас, тілі де мазмұны да бір. Жалғыз-ақ мұнда ұл Қарабайдікі болады да, қыз Сарыбайдікі болады. Бұл нұсқада Баянның торғайын жеңгесі өлтіргенде, соны Баянның сұрап жалынатын жері толығырақ айтылған.
1909 жылы қазанда басылған «Қисса қозы көрпеш» деген кітаптың мазмұны бұлардан да бір қатар өзгешелеу. Бұл жыр: жасым бар 25-те, жылым мешін, өлімнің кім біледі ерте кешін, айтайын 5-6 ауыз құлағың сал, қозы көрпеш баянның әңгімесін. Ел болар 12 ру бір шеркеш, қом жасап сары атанға бітеді өркеш. 5-6 ауыз айтайын құлағың сал, баян мен ертеде өткен қозы көрпеш, деп басталады. Мұның 12 ру деп отырғаны кіші жүз шеркеш, соның бірі бұтағы. Жырды айтушы Гурьев, Орал жағынан шыққан ақын болу керек. Айтушы Қарабай Сарыбай мен бай өтіпті, ноғайлы ертеде өткен заманында деп ескі заманды сөз қылады. Бірақ мұнда да қыз әкесі Қарабай емес, Сарыбай болған. Дабысы Сарыбайдың желдей есті, сұқсырдай сұлу баян болып өсті. Қызымды жетім ұлға бермеймін деп, Сарыбай жұртыменен тұра көшті дейді. Жырдың бұл нұсқасында ата-ананың теріс батасына үлкен мән берілген. Батыр мінезді, қозы бір кемпірдің өрмегін үзіп, шешесінің қолын бидайға қақтап, баянның хабарын білгеннен кейін боз шұбарға мініп баянға кетпек болады. Шешесі әкелген қызға қозы қарамайды. Қозыға шешесі 4 түлік малың қалды, оны қайтесің дегенде, қозы: жылқымды қалмақ алсын, түйем сары судан қырылсын, қойыңа топалаң келсін деп жауап береді. Жолында оюлының 10 бөрісі, қиюлының 40 бөрісі бар, одан қалай өтесің дегенде, қозы көрпеш: оюлының 10 бөрісінен айқай салып өтемін, қиюлының 40 бөрісінен қиқу салып өтемін дейді. Ну, шеңгелден қалай өтесін? Өрт қоямын. Бұларға тоқтамаған соң шешесі: ен дария емшек үстім көрім тұтар дейді. Ен дария емшек үстін көрің тұтса, өтермін онандағы кеме мініп дейді қозы. Шешесі: бұл жолың оңғарылмас балам деп қала береді. Жолай әкесі Қарабай түсіне кіріп: қайт балам, жол көрінбейді, барған мен Сарыбай саған қыз бермес дейді. Ақын қозыны батасыз кеткені үшін ана тілін тыңдамай кеткен бала жолынан аман қайтып үйін көрмес деп жырлайды. Бақытсыздыққа осы себеп болды деп ұйғарады. Қозы әкесіне: батаңды бермесең де жол сілте дейді. Әкесі: 41 күнді аягөз барасың, сонда бір кемпір кес келер деп жауап береді. Кемпірге келсе, ол: атың арық, жүзің сарық, жол болсын балам дейді. Ерні сетік сары атан көрдің бе дейді қозы. Ерні сетік сары атан қайың атаң Сарыбай болмасын. Сылаң аяқ құба інген көрдің бе? Сылаң аяқ құба інгенің қайың генен құба кемпір болмасын. Жез бұдайлы нар тайлақ көрдің бе? Ол сүйген жарын баян шығар дейді кемпір. Қозы кемпірдің: су сұраса саумал ішкен бала едің, су сұраған не еткенің деп тәлкек қылады, су бермейді. Шоқтерекке келген қозының хабарын қыздың торғайы біліп, оны отауға әкеледі. Қыз жеңгесі сүйіншіге көк етегін алады. Бұдан арғы жері шөже вариантына ұқсас, жалғыз ақ қозымен 31 жыл өмір сүру оқиғасы жоқ. Тек баян қозының 3 күндік өмірін сұрап алып, екеуі бір жерде өледі. Жырдың аяғы да шөже нұсқасындағыдай. Қозы көрпеш баянның болған жайы, нұрланып бәйшешектей толған жайы. Қозы көрпеш өлгенде баян да өлген, әркімнің сондай болсын алған жыры деп бітеді. Мұнда Қарабайдың аты Сарыбайға таңылған, айбас тайлақ жоқ. Жырға қозыдан басқа Әлжаппар мыстан кемпір енген. Шөже нұсқасындағы 31 жыл тіріліп қосылу, бейіт соғу оқиғалары жоқ. Бұл 3 нұсқаның үшеуінде де жырдың аяғы қайғылы трагедиямен бітеді. Жырдың алғашқы идеясының өзі де осылай болуға тиіс. Қозы көрпеш баян сұлу жырының 1910 жылы Кастане орысша бастырып шығарған нұсқасы да бұл хикаяның ел ішінде айтылып жүрген аса бір құнды түрі көрінеді.
аңда жүргенде екі бай дос болып, әйелдері қыз туса, екеуі бірге туғандай сіңді болсын. Бірімізден ұл, бірімізден қыз туса, екеуі ерлі зайып болсын деп анттасады. Сол кезде Сарыбайдың басына бір қара торғай қонады. Одан Қарабайға қонады. Қарабай мұны жақсылыққа жорыса, Сарыбай жамандыққа жориды. Айтқанындай, Сарыбайдың әйелі қыз туды, Қарабайдың әйелі ұл туды деген хабар келіп, ауылға қайтып бара жатқан кезінде Сарыбай аттан құлап өледі. Қарабай балгерлерге бал аштырса, бұл екі жас қосылса бақытсыздыққа ұшырайды деген соң, тумай жатып әкесін жалмаған қызды балама әпермеймін деп, Қарабай Алатаудан Аягөзге қарай көше жөнеледі. Сарыбайдың Әпесбай деген інісі болады. Қалмақтың асырап алған баласы Қодар Сарыбай өлген соң, Әпесбайды шеттетіп Баянды өзі алмақ болады. Әпесбай Баянның хабарын беруге Аягөзді Қозы Көрпешке аттанады. Бұл кезде шешесінен Баянның хабарын естіген Қозы да Баянды іздеп шыққан еді. Қозының алдынан бір мыстан сиқыр шығып, оны адастырмақ болады. Бірде мыстан адам жегіш, күркүйек түйе, бірде ит өтмес тоғай болып бөгет жасайды. Тоғайды қылышпен шабады. Одан соң алдынан түлкі болып шығады. Жолдан адастыруға тырысады. Түлкі қашып бір інге тығылады. Оған найзасын сұқса, найзасы алтын жалатқандай жылтырап шығады. Осы ретпен Қозы өзінің барлық ер-тұрманын және айдарын да алтындап алады. Қозы Баянның жұртына келсе, ауылы көшіп кеткен, алдынан тек Қозыны іздеп шыққан Әпесбайға ғана кездеседі. Қартайған Әпесбай Баянның басындағы ауыр ахуалды, оның ғашықтығını айтып, сол жерде өледі. Қозы қотыр тасша болып, Сарыбайдың жылқысын бағады. Бір күні Қодар қалмақтардың тойына кеткенде, Баян бастаңғы жасап, қотыр тасшаға домбыра тартқызады. Алтын айдарын көріп танысады, сүйіседі. Қозыны Баян өз қолына құл қылып алады. Қодар Қозының бұл мінезін біліп, сынамақ үшін жұртта қалған ауыр балғасын әкелуге жұмсайды. Қозы балғаны қақпалып ойнатқандай алып келе жатқанда, Алакөлге түсіріп алады. Екеуі сайысып, Қозы Қодарды аттан аударып алады. Қодар таудан қалмақтарын ертіп әкеліп соғысады. Мұнда да жеңіліп қалады. Баян екеуін жарастырып қояды. Екі жас дос болып жаулық істемекке ант ішеді. Бірақ Қодар антын бұзып, қыздың ата-анасын, жеңгесін, ноғайлы елін өзіне қаратып алып, Қозыны өлтірмек болған соң, ол Шоқтерекке қашып құтылады. Қодар Шоқтерекке жатқан Қозыны іздеп тауып, тағы да құшақтасып дос болады да, абайсызда атып өлтіреді. Басын найзаға іліп Баянға әкеледі. Баян Шоқтерекке барып, өзінің ғашығын 3 күнге тірілтіп алады. 40 ту бие, 40 ту қой, 40 ту маңға нар, 40 ту сиыр сойып, Қозының асын беріп, ақ жауып арулап көмеді. Құдыққа су алуға түскен Қодарды бұрынғы нұсқаларда айтылған түрде Баян өз бұрымнан қиып жіберген құлатып өлтіреді. Құба түзде Қозы басынан зарланып, отырған Баянға бір топ керуен жолығып, олар Арғанаты тауынан Аягөзге қолымен тас жеткізіп бейіт салады. Бейіт біткен соң Баян өзіне өзі қанжар салып өледі. Мұның мазмұны да қызық. Шөже жырында төрлі бөгет Айбастың алдынан шықса, орман, шөл тас жау, мұнда мыстан Қодар түйе, орман, түлкі, шөлстан сияқты бөгеттер Қозының өз алдынан шығады. Бұл жырдағы Сарыбайдың басына қонатын қара торғай мен Әпесбай басқаларына жоқ. Қозы Қарабайдың ұлы делінсе, Баян Сарыбайдан туады. Қашатын қыз жағы емес, ұл жағы. Қодар Сарыбайдың асыранды баласы. Қарабай тағдырдың жазасынан құтылу үшін баласын ала қашады, бірақ тағдырдан жеңіледі.